Осы ретте келесі қонағымыздың пікірін білейік. Ортада жақында ғана күйеу бала атанған журналист Мейрамбек Таубалдиев. Мейрамбек Таубалдиев, журналист, астрономиялық жұлдызы Тауешкі. Намысты еркек жеуге нан таппаса да, қайын жұртты паналамайды деген пікірде. Сіздер ма, қалайсыздар? Қош келдіңіз. Сіздің пікіріңізді білейік. Ең алдымен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Бұл мәселе өте өзекті мәселе. Әкем үйленер алдында айтқан, балам өмірді өзгерткім келе ма деді. Мен өмірді емес, әлемді өзгерткім келеді. Кеш қалдың ғой, ертең үйленгеннен кейін әлем түгел теледидардың пультін екінші арнаға ауыстыру оңай болмайды деп еді. Сондықтан сондай үлкен өмірге қадам бастық. Шыны керек, қазіргі таңда құндылықтың орны өзгеріп кетті. Материалдық игілік, рухани құндылықтан жоғары тұрған кезде ештеңе құнсыз болады. Көп жағдайда біздер шыны керек бай отбасына тұрмысқа шыққан, немесе байдың қызын алған, немесе жағдайы жақсы жерге үйленіп, сол жермен құдаласқанды жөн көретін жағдайға жеттік. Сол себепті күшік күйеудің де осы жерде өзіне өзі сұранысқа ие болатыны сондықтан шығар деп ойлаймын. Ал енді, Мейрамбек, сен ата-енеңнің қолына барып тұрар ма едің? Ешқашан. Жоқ, енді сенің қазір үйің жоқ. Дейік, айлығың жетпейді. Рас сол. Балаң кішкентай. Ата-енеңнің үйі бос. Ешқашан, енді қанымыз қазақ болғаннан кейін, дәл қазір менің әкем мен анам көріп отырғандықтан бұл бағдарламаны бұндай өрескелдікке жол бермейді деп есептеймін. Ата-анасын қыздың мөлейтіп қалай тастап кетеді. Арман сол тұрғыдан оларға жанашырлықтан. Оның үстіне уақытша тұрып жатыр. Жоқ, қарсымын. Бізді көріп отқан адамдарға біз бұндай насихат жасамауымыз керек. Қараңыздаршы, біз қазіргі таңда ата-ана ғой. Қалайсыз ба? Сіздің ертең балаңыз болады. Сіздің балаңыз мына құдағи үйіңізбен құдалардың үйіне кетті. Өзіңізді бір сәтке қойып көріңізші, өзіңіз кішкене. Ал енді сіз орныңызға қойыңыз. Сіздің қызыңыз, тек қана қыз бар дейік, тек қана қыз. Сіз не істейсіз, жалғыз отыра бересіз? Қыздың ата-анасы алыста. Соны айтам. Жігіттің ата-анасы алыста ғой. Жоқ, сонда да қараңыз, ынжық күйеу қашан пайда болады? Міне осындайдан. Арманды тыңдайық, ер адамның мінезі. Енді өзіне қатысты болған жағдай дұрыс шығар, бірақ мен көбісіне келісе алмаймын. Басты тұрда жағдайға байланысты. Егерде жағдайың төмен болып жағдайда сенде тұруы мүмкін. Арман, очкіңді шешші, көзілдіріңді шешті. Өмірге басқаша қара. Өйткені, қара, сен пікірің. Адамдардың көзқарасын өзгертуі мүмкін. Жақсы, адамдардың дедіңіз, Мейрамбек, адамдардың дедіңіз, дәл қазір біз экранға назар аударайық, содан кейін қайтадан бұл тақырыпқа ораламыз. Сол пікірді білейік. Мәселе қайдан туындап отыр? Мәселе мынада. Ата-енеңнің үйінде тұруда. Біздерде қазір ұлттық намысымыз жоқ. Намыс дейтін намыс, қазір айтайын ба? Мына еденнен төмендеп кеткен жағдайда біз барлық нәрсені қалыпты көреміз. Сонда сіздің ойыңызша, Мейрамбек, ешқандай жағдайда да тұрмау керек па? Ешқашан. Аштан өлсең де, Құдай-ау. Арман, бүгін киіміңізді жинап. Неге намысыңды аяққа таптайсың? Арман, бүгін киіміңізді жинап, чемоданды алып үйден кетіп қойып отырған жоқсыз ба мынадан кейін? Сондықтан Арман қара көздер келген кезде өмірдің кейбір бұралаң тұстары көрінбейді. Сондықтан өмірге тура қарау үшін кей кезде көздіріп шешу керек. Бірақ Мейрамбек, Арманды да түсіну керек. Арман еріккеннен отырған жоқ. Сіздің мінезіңіз басқа. Арман сәл биязылау жігіт. Адамның көңіліне қарайтын. Адамның көңіліне қарайтын. Сондықтан да енді Арманды да бірден шегелеп тастауға болмайтын шығар. Намысын қамсыламаймыз. Арман, бүгін кеткен. Егер де Арман намыссыз болса, бүгін келмес еді біздің бағдарламаға. Және де бұл мен уақытша тұрып жатырмын, әлеуметтік жағдайды жөндеп алу үшін деп отыр. Мысал үшін, кішкентай қызымыз. Әлеуметтік жағдай жөнделмейді, Арман. Мүмкін. Жөнделмейді. Ол басынан бастап өзің кішкене тырмыспасаң, мына суға тастап жүргеннен кейін адам қазір су тартылатын болса, жағаға шығатын шығармын деп отырмайсың ғой. Жүзесің, сүңгейсің, айқайлайсың, көмек сұрайсың. Ал сондықтан кішкене осы өмірді, теңіздегі өмірді кәдімгі қалыпты жағдайға, күнделікті тұрмыс тіршілікке айырбастап көретін болсақ, егіз ұғым. Сондықтан жағдайымды жасап алам. Кейін мынандай мәселе болады. Кішкене жағдай жасап алғаннан кейін кішкене байып алайын дейді. Одан соң байып алғаннан кейін тұрып қалдым, осы үйде қала берейін дейді, ой қалыптасады. Сондықтан бір ойды екінші ойда ығыстырып шығу үшін ең алдымен әрекет керек. Әрекет бар жерде берекет бар. Күйеу бала ешқашан бала ұл бола алмайды. Сондықтан қазақтың жігіттері ұлт менталитетінен, ұлттық тәрбиеден ауытпау керек. Күш күйеу туралы спектакльде бар, сол жерде бір кейіпкердің айтатыны бар. Ағайындар, жасамысың жасың бар, азаматқа құшақты кең ашыңдар. Сай қалыңдық іздемейтін адам жоқ,
бай қалыңдық іздегеннен қашыңдар. Ағайындар, жасамысың жасың бар, ару қызға құшақты кең ашыңдар. Кішік күйеу іздемейтін адам жоқ, күшік күйеу іздегеннен қашыңдар дейді.